Сәлеметсіздер ме? 40-та 14-ші есеп айнымалының кез келген мәндерінде берілген өрнектің бүтін сан болатынын дәлелде дейді. Тең. Яғни мына алгебралық өрнекті амалды орындайық. А қосу 2-нің квадраты. Мұнда 4 азайту b-нің квадраты, 4 қосу b-нің квадраты формула. Көбейту бөлу кезінде алыммен бөлімін орнына ауыстыра саламыз. 4 қосу b-нің квадраты бізде формула емес. Мынау формула 2 минус а, 2 плюс а. Келесі көбейту 2 азайту а, мұнда 2 азайту b-нің b, 2 плюс b. Өрнектің айырмасының квадраты тұр. Бөлімінде а қосу 2. Жақшаға алып алайық. А қосу 2 мен а қосу 2-нің квадраты қысқарсын. Мұнарадағы а қосу 2 мен мұнау тағы да қысқарып жүрейік. Неге? Өйткені қосылғыштардың орнына ауысқанмен қосылуының мәні өзгермейді. Келесі 2 минус а қысқарады. Енді мынау 4 плюс b-нің квадраты мынаумен қысқарсын. Және мынау бізде 4 азайту b-нің квадраты, ол 2 минус v, 2 плюс v ғой, яғни міне тұр оның тең. Сонда біздің есебімізде жауабы 1 шықты, бүтін сан шықты. Келесі бөлшектің бөлімінен нені шығарып аламыз? Ештеңені шығармайды екенбіз. Мына формуланы беріп тұр. 2m азайту 5n, 2m қосу 5n. Бөлімінде аку плюс бку формуласы. m плюс 2, m квадрат минус 2m қосу n қосу 4 болады. Бөлу, міне бөлу тұр, мен оны көбейту деп екінші бөлшектің орнын алмастырамыз. m минус 2-нің квадраты. Мұнда нені шығарам? Ештеңе шықпайды. 2m қосу 5n. Көбейту m қосу 2 бөлінген 2m азайту 5n. Өзін жазамыз. Тең. 2m азайту 5n мұнаумен қысқарсын. Мұна дүниеміз мұнаумен қысқарсын. Мұнан жақшаға алып алайық. Мұнан жақшаға алайық. m плюс 2 мен m плюс 2 қысқарсын. Сонда қарай қойыңыздар. m квадрат минус 2m, ол m минус 2-нің квадраты, дұрыс па? Бұлай қысқартамын. Сонда бұл жерде де жауабы 1 шықты. Яғни айнымалының кез келген мәндерінде өрнектің бүтін сан шыққаны дәлелденіп тұр. Яғни 1 шығып тұр. Келесі тапсырма. а минус 3 бөлімінен 2-ні шығарып жүрейік. а плюс 2. Көбейту. Мынау біз екі өрнектің айырмасы, квадраттарының айырмасы. а минус 2, а плюс 2. Мынау а куб минус б куб. а минус 3, а квадрат плюс 3а плюс 9. Көбейту. а квадрат плюс 3а плюс 9. Жақшаға алып алайық. Бөлімнен аны шығарып жүрейік. а минус 2. Не қысқарып жатыр? а минус 3-ті жақшаға алайық та, а минус 3-пен қысқартайық. а плюс 2, а плюс 2, а минус 2. Тең 2а. 2адан 1 шығады екен. Келесі. Екіншісін қарастырайық. а, б мен нарада балар. Б-ны жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Келесі екіншісі. Б-ны жақшаның сыртына шығарып жүрсек, а минус 2. Мұнау бізде а формулаға келема. а плюс 4-тің квадраты. Көбейту. а минус 4, а плюс 4. Екі өрнектің квадраттарының айырмасы. аны шығарсақ 2 минус а. Көбейту. Бөлуді көбейтуге айналдырамыз. а минус 4. Мұнда 4b. Тең
а минус 4 пен а минус 4-ті қысқартайық. Тағы да қысқаратын нелер бар ма? Мынау а плюс 4-тің квадрат пен а плюс 4 қысқарсын. Мында бізде мынау а минус 2, мынау 2 минус а. Яғни мына жерде минусты шығарып жіберейік жақшаның сыртына. Минусты шығарып жатырмыз. Сонда 2 минус а бөлімінде а плюс 4 көбейтілінген 4в бөлінген а көбейту 2 минус а. Тең 2 минус а мен 2 минус амыз қысқарсын. Немесе мына жерде балалар былай жасап жүруге болады. Уже минусын шығару керек екен, сіздерге түсінікті ғой мыналарды қысқарту үшін. Сонда минусты алдын жаза салуға да болады. Мен түсінікті болсын деп әрқайсысын жазып шықтым. Сонда бөлімінде а көбейту, мына аны көбейтем мына санға. А қосу 4-ке, алымында минус 4v квадрат. Мына в-ға көбейтілді. Не есебіміз ықшамдалды. Келесі тепе-теңдікті дәлелдеңдер дейді. Теңдіктің сол жағын ықшамдасақ, мынау оң жағы шығу керек. Мен балалар нараға тең, осыны мына жаққа тең деп жалғастыра берейін. Берілгенін қайтадан жазбайын деп тұрмын. X минус 1. Мына формуланы бермейді, ешқандай формула бермейді, өзін жазып қояйық. А x қосу x квадрат көбейту а куб минус б куб. А минус x, а квадрат плюс а x плюс x квадрат. Мынау x минус 1, x плюс 1. X минус 1 мен мына x минус 1 қысқарсын. Мынаны жақша қалайықта, мына екінші жақшамен қысқарады. Арада қосу балар. Сонымен тең x плюс 1 бөлінген а минус x қалды. Міне мынандай шықты ма? Екеуі бірдей ма? Бірдей. Сонда x плюс 1 теңдіктің сол жағында мынау шықты. Ал оң жағында да өзі мынау беріліп тұр, а минус x деген. Тепе теңдік дәлелденді. Келесі екінші нұсқасын қарайық. Тең деп жалғастыра салайын балар. А p минус 3, p плюс 3 формула. Мынау тағы формула, p минус 2, p квадрат минус 2p плюс 2-нің квадраты 4. Көбейту. 2-ні жақшаның сыртына шығарып жүрсек, p минус 2, p плюс 3-тің өзін жаза салайық. Сонда p плюс 3 пен p плюс 3-міз қысқарады. p минус 2 мен p минус 2 қысқарады. Тең 2а көбейтілген p минус 3 қалды. Міне 2 көбейту а көбейту p минус 3-ті өзін жаздым. Бөлімінде p квадрат плюс 2p плюс 4. Не есеп шықты? Енді қараңыздар, мына жерде біз плюс жазуымыз керек екен ғой. Міне есеп шықты ма? Сонда 2а бөлінген p минус 3 бөлінген p квадрат плюс 2p шықты. Бөлімін сол жағында тең, оң жағында бізде 2а p минус 3, міне тұр. p квадрат плюс 2p плюс 4 екенін дәлелдедік.